Қайырлы күн достар, сіздермен Аяжан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен пияз қосылған қаттаманы жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен ыдысымызға салқын суымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды салып, жарты шай қасық ашытқы саламыз. Жақсылап қамыр инеміз. Орташа тығыздықта болады қамырымыз. Қамырымызды 5-10 минутқа демалдырып қоямыз. Қайтадан илеп қоямыз. Қамырымыз жақсы жайылуы үшін тағы бір илеп дайындап қоямыз. 5 минуттан кейін қамырымызды алып жаятын боламыз. 2 бөлікке бөліп аламыз. Тағы демалдырып 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сонда қамырымыз жақсы жайылатын боламыз. Қаншалықты қамырымыз көп демалса, соншалықты қамырымыз жақсы жайылатын болады. Енді арасына қосатын пиязымызды жуып тазалап келіп, басын алып тастаймыз. Майдалап турап аламыз. Қамырымыз демалғанша пиязымызды турап дайындап алатын боламыз. Көк пияз немесе ақ пияз қоссаңыздар да болады. Қамырымыз демалды. Қамырымызды жаятын боламыз. Қатты қалың, қатты жұқа емес, орташа қалыңдықта жайып шығарамыз. Дөңгелек етіп жайдық міне қамырымызды. Енді арасына май жағамыз. Майымыздың проценті 72,5-тен жоғары болу қажет. Мен үйдегі бар іш маймен ақ майды араластырып жақтым. Егерде сары май жағатын болсаңыздар, 72%-дан жоғары майды жаққандарыңыз дұрыс болады. Майымызды бір келке етіп жағып, пиязымызды себетін боламыз. Енді оқтауымызға ораймыз. Қамырымыздың бас жағын аздап қайырып аламыз. Оқтауымыз май болып кетпес үшін. Кейін қамырымызды орап, беш бармаққа кескен секілді кесетін боламыз. Кейін ортасынан тағы бір бөліп, осы бір зуала қамырымыздан 4 қаттама жасайтын боламыз. Менің табам кішкентай, сол себепті мен 4 қаттама жасайтын боламын. Егерде табаларыңыз үлкен болса, 2 қаттама жасасаңыздар болады. Енді қамырымызды тағы да бір ораймыз. Барлығын осылай орап аламыз. Кейін тоңазытқышқа 10-15 минутқа қойып қойсаңыздар болады. Майы жақсы сіңу үшін, қату үшін. Сонда жақсы қатпарлы қаттама шығатын болады. Кейін тоңазытқыштан алғаннан кейін тағы бір жайып қамырымызды жаямыз. Кейін пісірер алдын тағы бір жайып жұқалау етіп жаямыз. Қатты жұқа болып кетпесін. Осы уақытта табамызды қыздырып, азғана май құйып, қаттамамызды салып, қызартып, пісіріп алатын боламыз. Екі бетінде қызартып пісіріп аламыз. Қаттамамыз дайын болды. Қатпарлы, әдемі қаттамамыз шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнаған жағдайда каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне әдемі қаттама нанымыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын.